Сәлеметсіздер ме? Әңгімелер жинағы каналының оқырмандары. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар. Шолпан апаның қарттар үйіне келгеніне біраз жыл болса да ешкім іздеп келген емес. Күнде біреу келетіндей терезені торлап отыратын әдеті бар. Біреуінің баласы келсе болды, ағыл-тегіл жылайтын. Қандай бақытты еді деп күбірлеп отыратын. Бірақ қарттар үйінде жатып артынан баласының іздеп келу бақыт емес, үйде немерелерінің ортасында отыру бақыт емес пе? Бір күні қасындағы керуерте жатқан Мария апай Шолпанның қалай мұнда тап болғанын сұрап еді. Біреуге орқасып өзім түстім ғой деп көзіне жас алды. Жастық буымен шалыс басқаным бар деп бастан аяқ баяндап берді. Шолпан мен Гүлжан екеуі бала кезінен бірге өскен құрбылар еді. Мектепте бір сыныпта оқыды. Мектепті бітіріп үлкен қалаға оқуға келгенде екеуі бірге жатақханада тұрып, бір нанды бөлісіп жеген еді. Екеуі де өте сұлу еді. Шолпан өте пысық еді, кез келген адамды сөзімен-ақ баурап алатын. Гүлжан болса, көп сөйлегенді ұната бермейтін салмақты қыз еді. Екеуі бірде жүрсе, Шолпан өзі ішінде, Гүлжан ішінде жауап қатып жүретін. Себебі Гүлжан жанында жақпаған адамдарға жауап қату қиын еді. Тек екі көзбен ары-бері төңкеріп қарап тұратын. Бұл қылығын Шолпан бірден түсіне қойып, Гүлжан ішінде жауап қататын еді. Оқуды бітірген бойда Шолпан көрші ауылдың жігітіне күйеуге шығып кетті. Өзінің пысық мінезімен баурап алған жігіт айырылып қаламын деп Шолпанды алып қашты. Шолпан да қарсы болмай бірден келісіп екеуі отау құрды. Гүлжан болса да қалада жұмыс істеп қалып қойды. Әр демалысында ауылға барған бойда Шолпанды іздеп барып қасында бір-екі күн қонып әңгімелесіп қайтатын. Шолпан келін болып түскеніне 3 жылдан асса да әлі де құрсақ көтере алмай жүрді. Гүлжан құрбысын қалаға ем алуға шақырды. Бір күні Шолпан қалаға келіп Гүлжанның қасында жүріп 2 апта ем алып ауылына қайтты. Келесі айында-ақ Шолпан жақсы жаңалық болды. Ай күні жетіп Шолпан шекесі торсықтай ұлды дүниеге әкелді. Баласы жоқ кезде ештеңені білмеген Шолпанның енді тұрмыстық азын-аулақ ұрыс-керістері шыға бастады. Ұлды туып бердім дегендей түс ауғанша ұйықтап, баласында ата-енесінен қызғанатын. Осындай қылығы үшін жолдасынан да қанша рет сөз естісе де қояр емес. Шолпан қаладағы құрбысы Гүлжанның өміріне қызыға да қызғана да қарайтын. Жолдасын қалаға кетуге қанша көндірсе де көне қоймады. Көп ұрыса берген соң болар жолдасы екеуінің арасы алшақтай бастады. Бір күні Шолпан қалаға баласын алып кетіп қалды. Жолдасы рұқсатын бермесе де кетті де қалды. Қаладағы жалғыз танысы Гүлжанға келді. Баласымен өзін қуып жіберді деп жылап, енді қайтып бармайтынын айтты. Өзінің асығыстық жасағаның ғой. Қалада 1-2 жыл жұмыс жасап жүретін қыз едің. Күйеусіз қалатындай тиіп алдың. Енді мына балаға обал емес пе? Жетімсіретпессің бе? Әлде нәрсенің бәрі қатты, аяғы тәтті болады дейді ғой. 1-2 күн демал, сосын ауылға қайтасың деп Гүлжан Шолпанның сөзін қолдамады. Мені аясаң не етті, ауылда қолым күс-күс болып от жағып, ана 2 қақпасы қарап шаршадым. Күйеуім ол күні-түні далада жүреді, кешкісін кір май сасып келеді. Сол кір киімін жуып қой, деп маған лақтырып тастап кетеді. Мен не сонда оларға күңмін бе? Ана кемпір менің ұлымды бір ұстаса бермей отырады. Ол да жаныма батады. Шолпан, саған не болған? Ол кемпір сенің енең, ұстаса немересі. Көп сөзді қой, ойлан, мына баланың болашағы үшін бәріне дайын болуың керек екенін ақылға шақырды. 2 күннен соң райынан қайтарып ауылға салып жіберді. Гүлжан да тұрмыс құрды. Ауылға емес, қаланың баласына, жұмыстас құрбысының бір туысқан ағасына. Өзі жігіт атаулымен жүрмеген қыз 1-2 рет сөйлесе салып, жақсы жігіт екеніне көзі жетті ме, бірден ештемей айтпастан тұрмысқа шықты. Қалада дүркіретіп үйлену тойын жасады. Шолпан сол тойға ауылдағы күйбең тіршілігінен шыға алмай келе алмады. Сол тойға да бармадым деп шу шығарып, жолдасымен тағы да жанжалдасты. Негізі тойға бару керек еді. Сол күні енесі қатты сырқаттанып қалды. Сол анасының ауырып қалғаны үшін Шолпанды қалашқа жібермеген еді.
Шолпан ашуланып енесіне де дұрыстап қарамай бар ашуын баласынан алып үйдің берекесін алды. Осы қақбастар қашан өлер екен деп, солай екеуі өлсе бақытты болатындай өзінің алдында не күтіп тұрғанын қайдан білсін. Гүлжан тұрмысқа шыққанына міне 5 жыл толса да 3 баланы дүниеге әкелді. Тіпті жолдасы жұмысқа шығуына қарсы болды. Жолдасының шағын кәсібі де бар еді. Гүлжан үйде 3 баласын қарап, Дамир келгенше тамағын дайындап үйді мұнтаздай таза ұстайды. Шолпан да сол ауырда тұрып жатты. Енесінің қатал мінезінің арқасында ғана әлі де сүйретіліп жүр. Бар ойы қалаға кету еді. Жалғыз ұлынан соң құрсақ көтере алмады. Ұлды да жігіт болып өсті. Әкесінің қолқанаты болды. Бірге машиналарын жөндесіп жүрді. Әкесі бүкіл ауыл білетін жақсы машина жөндеушісі еді. Тіпті күйеуін менсінбейтінді шығарды. Үйдің тірлігінде шала істеп жатқа қалуға асығатын. Үйге жиналмай қалса да бетін күтіп өзіне өзін қарауды жалықпайтын. Бар ойы әдемі болып жүру. Ауру қалса да әдет қалмайды демекші, өзін өзі жақсы күту бала күннен қалған әдеті. Араға 5 жыл шалып, Шолпанның енесі де келмес сапарына кетті. Үйде өзі армандағандай ханшайымдай сезіне алмады. Мәселе енесінде емес, өзінің жолдасында көңілінің суып кеткені еді. Үй ішінде күнде ұрыс-керіс болатын. Шолпанның арманы ұлын алып қалаға кету. Өзін ауылдың әйелі атауға қимайтын. Қалаға күшті киініп, үнемі әдем жерлерге қыдырып жүрмін деп елестетіп, қиялға батып жүретін. Баласының жаздық демалысқа шығуын күтіп жүр. Ұлы демалысқа шыққан соң Шолпан қалаға қыдырып келеміз деп жолдасын алдап, біраз киімдерін алып, кешкі автобуспен қалаға жол тартты. Шолпан қалаға келген бойда Гүлжанға хабарласты. Басқа барар жері жоқ. Баласымен қыдырып келген болар деп ойлап, Гүлжан қуанып кетті. Үйінің мекен жайын айтып, таксиге өзі телефонмен табыстады. Отбасын құрғалы екеуі бірін-бірі көрмеген. Гүлжан етін асып дастархан жайып, жұмыстағы жолдасы Дамирға хабарласты. Дамир, бүгін ертерек кел. Ерекше күн бе? Я, мен үшін ерекше күн. Шолпан құрбым келе жатыр. Шолпан? Көрекші сол құрбыңды. Көп естиміз, бірақ көрмедік. Жарайды, келуге тырысамын. Шолпанның қоңырауынан соң Гүлжан тыным таппай дайындалып жүр. Терезеден ауланы бақылап тұр. Бір кезде телефоны шырылдады, тұтқаны көтеріп еді. Гүлжан, келіп тұрмыз, қай подъезд? 1-ші пәтер, деді. Кір-кір деп есікке қарай ұмтылды. Екеуі бірін-бірі көрмегелі біраз жыл болған соң әңгімелері таусылар емес. Әсіресе Шолпан ауылдың барлық жаңалығымен келгелі тоқтамады. Гүлжан ауылдан кеткелі біраз жыл болған соң бірін таныса, бірін танымай, басын изеп тыңдап отыра берді. Екеуі кештің қалай батқанын білмей қалыпты. Шолпан әдемі жаңа заманға сай жиһаздар, Гүлжанның үйін көріп қызығып қалды. Барлық бөлмесін аралап көріп Гүлжанға құтты болсын айтып тұрғанмен ішінен қызғаныш кернеп тұрды. Есіктің қоңырауы шырылдады. Гүлжан бөлмесінде баласымен емізіп отыр еді. Шолпанға есікті ашуын өтінді. Шолпан айнаға қарап өзін ретке келтіріп алып есікті ашты. Есіктің ар жағында ұзын бойлы, денелі, классикалық үлгіде киім киген, қолында сөмкесі бар еркек, құлағында телефонмен сөйлесіп тұр екен. Сізге кім керек? Маған Шолпан ханым керек еді, деді Дамир әзілдеп. Я, мен. Сіз кімсіз? Мен Гүлжан деген сұлудың жүрегін жаулаған Дамир мырзамын, деді. Дамир деп Шолпан таңырқап қалды. Шолпан Гүлжанның жарын дәл осындай сымбатты, көз тартарлық, қалталы азамат деп ойламаған еді. Гүлжанды өзінен үнемі төменірек санайтын Шолпанның қызғанышы одан әрі арта түсті. Гүлжан менен сұлу емес қой, мынадай жігіттің жары болу деген менің арманым еді. Қалайша мен шалыс бастым, асықтым, болмаса осы жігіт дәл менікі болар еді деп стол басында тамаққа тәбеті тартпай Шолпан көңілсіз отырды. Шөпеке үнсізсіз ғой деп Гүлекең сені сөзшең қыз деп таныстырып еді сыртыңнан. Әлі келгелі сөйлегеніңді көрмедік қой деп даусына көтере сөйлеп, Шолпан селк ете қалды. Өтірік мысқылдап күліп, сізді бірінші рет көргеннен сөйлеп басыңызды ауыртып шошытып алмайын дедім. Ой, мен ондайдан шошымаймын, керісінше жақсы көремін. Мына Гүлекең күнде миыңды аштамын.
бірақ тәтем күліп қана қойып отырады, артық сөйлемейді ғой шіркін. Жалпы жағдайыңыз қалай? Неге бажамызды ертіп келмегенсіз? Танысып, білісіп. Ой, бәрі жақсы, бажаң ауылда, сол жүр ғой, май-май болып, елдердің мәшинелерін жөндеп деп, жан айқайын жауып кетті. О, жақсы ғой, қазір ондайлардың табысы көп. Қайдан? Ауылда қарызға жасатып, ақшасын ала алмай жүреді. Онысы дұрыс емес. Ауылда еңбекті бағалау дегенді онша біле бермейді. Қалада болсыншы қырыпта бар еді ақшаны. Сен отырар едің шыр-шыр етіп, үлгермей ақшаны деп санап. Гүлжанның балалары жылап ұйықтауға шығып кетті. Дамир мен Шолпан стол басында ұзақ отырып әңгімелесті. Екеуінің әңгімесі жараса кетті. Шолпан Дамирға сөз бермей, ішінен ыдыстарды да жуып тастады. Шолпанға Дамир ұнап қалғандай. Жатар жатқанша Дамирдің асты үстіне түсіп жүрді. Таңертең Дамир жұмысына тұрып еді, үйдің іші бір тәтті тағамның иісі аңқып тұрды. Қасында Гүлжан баласын құшақтап ұйықтап жатыр. Күнделікті Дамир ерден таңғы асын ішпей шығатын. Бүгін мына иістен тамақтанбай шықпасқа болмай тұр. Жуынып ас үйге кірсе Шолпан қысқа көйлекті киіп алған, газдың қасында құймақ пісіріп тұр. Газда дызылдап буы бұрқырап шай да қайнап тұр. Дамир стол басына отыра кетті. Ал шайыңызды құйыңыз, мына құймақтың иісі жұмысқа жібермей тұр деді. Мен өзі күнде ауылда ерте тұрып үйренгенмін ғой деп мысқылдап күлді. Бірақ ауылда бірде-бір рет болсын ерте тұрған Шолпан жоқ. Дамирға өтірікті ұялмастан айтып тұр. Екеуі әңгімелесіп шайын ішіп, Дамир жұмысына кетті. Гүлжан түнімен балалармен әлек болып, тау түске дейін ұйықтады. Ұйқысынан тұрса Шолпан ұлымен теледидар көріп отыр екен. 2 күн өтті. Шолпанның аузынан ауылға қайтамын деген сөз шықпады. Гүлжан түскі ас үстінде: Шолпан, қалаға не бұйымтаймен келдің? Келгелі байқаймын, жолдасыңмен де суық сөйлесесің. Не жағдай? Шолпан осы кезде жылап қоя берді. Мен ауылда не көрмедім, күні-түні малдың артында, не киерге киім, ішерге дұрыс тамақ жоқ. Күйеуім болса бар тапқанын ішіп жүреді. Одан қалса ұрады. Ұлым да өсіп қалды. Баламның болашағы үшін жаңа өмір бастауға қалаға келдім. Пайдасынан зияны көп, пайдан ертерек құтылайын деп шештім деп етегі жасқа толды. Сонда сен ажыраспақшысың ба? Я, сен одан да Дамирмен сөйлесіп маған бір жұмыс тауып берсең, пәтерге кетіп күнімді көремін ғой. Бұл әңгімені құлағы шалып қалған баласы бірден жүгіріп келіп: мен ауылға қайтамын әкеме. Қалада қалмаймыз, сіз тек бір аптаға демаламыз, қыдырамыз дегеніңіз қайда? Балам, сен араласпа, қазір бәрін түсіндіремін. Жоқ, мен әкеммен ауылда тұрғым келеді деп ұлы жылады. Гүлжан қанша тырысса да Шолпанды көндіре алмады. Ақыры Дамирмен сөйлесіп, жұмыспен көмектесуге сөз берді. Шолпан Дамирдің кеңсесінде жұмысқа орналасып, артынан жолдасы іздеп келіп еді, ауылға қайтпайтынын, өзінен ажырасатынын кесіп айтты. Әкесін көріп баласы жылап бірге еріп ауылына әкесімен қайтып кетті. Шолпан баласының кеткеніне тіпті қайғырмады. Оған осы қаладағы өмір ұнап жүр. Анда-санда баласына хабарласушы еді. Соңғы бір айда оны да қойды. Себебі Дамир екеуі жақсы тіл табысқан. Тіпті кей күндердің өзінде пәтеріне Дамирді шақырып алып, екеуі түні бойы ойларына келгенін жасайтын еді. Үстіне соңғы үлгідегі киімді киіп, өзін ханшайымдай сезінетін. Шолпан болса бар тапқанын өзіне жұмсап, осылай жүрді. Ауылдағы баласымен жолдасының не ішіп, не істеп жүргенімен жұмысы жоқ. Бар ойы Дамирмен өткізіп жүрген, ләззат алатын түндеріне мәз. Гүлжанның ұяңдығы басымдау болған соң болар. Шолпанның әрбір қылығы өзіне Дамирді баурап алды. Тіпті Дамир да қолы қалт етсе болды, Шолпанның қасынан табыла кететін болған. Екеуі Гүлжанның ту сыртынан пышақ ұрып жүргенінде ойланып та жүрген жоқ. Дамир қанша рет енді бармаймын деп өз-өзіне серт берсе де қалай Шолпанның есігін қағып тұрғанын байқамай қалатын. Үйге келіп Гүлжанды көргенде өз ісіне ұялып, тіпті Гүлжанмен сөйлесуге де ұяты жібермей, тамағын асығыс ішіп алып, үндеместен төсегіне құлай кететін. Гүлжан аңқау байғыз Дамирді жұмысында қиындықтар болып жатқан шығар деп, мазасын алмайтын деп, артық сұрақта қоймайтын. Дамир түнімен ұйықтай алмай таңертең ерте тұрып жұмысына кететін. Кештетіп келіп Гүлжан былай тұрсын, балаларына да көңіл бөлуді қойды.
ойының бәрі тек Шолпанда болды. Арада 5 ай өтіп Шолпанның аяғы ауырлады. Бұл жаңалықты естіп Дамир есеңгіреп қалды. Ісінің арты бұлай боларын ойламады. Енді не істеймін деп күнде басын тауға тасқа ұрып, үйге де ашулы келіп жүрді. Жанындай жақсы көретін балаларына да ұрсып, Гүлжанның әр ісіне тиісіп, ашуын осылардан алып жүр. Көп ойланып Шолпанмен сөйлесуге келді. Мына баланы қайтпексің? Қайткен несі? Жаным-ау, туамын ғой. Сенен бала тусам арман болмас еді деп Шолпан қасына отырып Дамирді сипалай түсті. Дамир қолын қағып жіберіп, туғаны несі? Менің өз отбасым барын ұмытпа. Маған баланың керегі жоқ. Ақшаңды беремін, ертең барып құтылатын бол. Сен маған үйретпе, баланы өзім білемін. Отбасының бары енді есіңе түсті ме? Неге менің қойныма жатарда ойланбадың? Білмеймін, мен саған қалай жолап жүргенімді. Бір шайтан түртті-ау. Ұзын сөздің қысқасы осымен бәрі бітті. Тусаң да маған бәрібір. Тек бала менікі екенін Гүлжан білмейтін болсын. Мен отбасынан айырылғым келмейді, ұқтың ба деп Шолпанды жұлқып жіберді де Шолпанның сөзін тыңдамастан шығып кетті. Шолпан ашуға булығып Дамирдан мұндайды күтпеген еді. Өзін құлай сүйеді деп жүрген Дамирді енді таныды. Бөлмеде ары-бері жүріп, не істерін білмей жүр. Бір кезде телефонын алып Гүлжанға қоңырау шалды. Сәлем Гүлжан, мені кешірмеуі мүмкін, бірақ айтпасқа болмады. Тыныштық па? Жоқ, тыныштық емес. Сенің ана байың Дамир күнде маған келіп, сені сүйемін деп мазамды алып қоймай мені төсекке сүйреп жүрді. Енді міне аяғым ауырлағанда мені керексіз қылды. Ана байсымағың оңбаған адам екен. Абайлашы. Не деп кеттің сен, Шолпан? Аяғың Дамирдан ауыр ма? Қалайша? Сен сонда менің көзімді бақырайтып не істеп жүргенсің? Сені ауылдан келгенде үйіме паналатып, жұмысқа да кіргізіп көмек қолын созғаныма рахметің осы ма? Гүлжан айғайлап жылап дірілдеп кетті. Оңбаған, сені байың осындай қылығың үшін тастаған ғой. Енді сен мен үшін өлген адамсың. Кет деп тұтқаны қойды. Тұтқаны қоя салып жылап не істерін білмей абдырап тұр. 3 баласы да анасының қатты даусымен жылауынан шошып, үшеуі де анасының етегіне жабысып жылап жатты. Гүлжан үшеуін құшақтап жерге отыра кетті. Өз-өзін сабырға шақырып, балаларын жұбатты. Ішінде талай ойлар мазалап жатты. Дамир келсе қазір не істесем екен деп ойлап отыр. Дамир есіктен кірген бетте Гүлжанның жылап отырғанын көріп, бірден Шолпанның хабарлап қойғанын сезді. Үндеместен үйге кірді де алдынан жүгіріп шыққан ұлын көтеріп, сүйіп Гүлжанның қасына келді. Гүлжанның көзі ісіп кеткен, тіпті өмірден түңіліп кеткендей. Айтарға сөзі жоқ. Дамир неден бастарын білмей тұр. Гүлжанды құшақтап отырған 3 баласын ертіп жатын бөлмеге келді. Үшеуін алдап ойыншықтарын беріп, қалтасынан үшеуіне 3 кәмпит ұстатты да шығып кетті. Тізесін құшақтап үнсіз жылап отырған Гүлжанға келді. Не десең де сенікі дұрыс. Қандай шешім шығарсаң да қарсылығым жоқ. Мен кінәлімін, шалыс бастым, тек бір ғана өтінішім. Мені балаларымнан айыра көрме деп Гүлжанды құшақтауға ұмтылып еді. Гүлжан қолын қағып жіберді. Саған қолданатын жазам да жоқ. Не үшін? Айтшы. Не үшін? Қалай ғана басқаның қойнында жатып, түк білместен келіп, менің ақ төсегімді бұлғап жүрдің. Мен ақымақ аңқау сорлы басым, сенің жұмысыңда қиындықтар бар-ау деп жүрсем. Я мойындаймын. Мен Шолпан сияқты әдемі емеспін. Шолпан сияқты пысықта емеспін, бірақ менің саған сыйлаған 3 перзентім ше. Неге мені емес 3 баланы ойламадың сен? Дамирді ұрғылап жатты. Бар айтарым, үйден кет, көргім келмейді. 3 балаңды көргің келсе, әр жексенбі алып кетсең болады. Есік әне, деп сұқ саусағымен есікті нұсқады. Дамир еш жауап қатпастан бөлмеге барып киімдерін жинастырып, 3 баласының маңдайынан иіскеп құшақтап ұзақ отырды да кетіп қалды. Дамирдің есіктен шыққаны сол еді. Гүлжан айғайлап жылап қолындағы телефонын лақтырып жіберді. 3 баласы Гүлжанның даусынан қорқып жылап шулап кетті. Отбасылы болғалы берекесі кетпеген үйдің берекесін бірер минутқа Шолпан кетірді. Гүлжан тіпті өз-өзіне қол жұмсауға дейін барғысы келіп еді. 3 баласын көріп өз-өзін қолға алып әрең сабырға шақырды. Бірақ өзегі өртеніп жанып бара жатыр. Дамир мен Шолпанға айта алмай ішінде қалып кеткен біраз сөз жатыр.
Шолпанның үйіне келген күнін есіне алып қатты назданды. «Я Аллам, маған қиянат жасаған жандардың жазасын өзің берерсің. Мен оларға бақыт тілеймін. Тек басқа қолымнан не келсін» деп 3 баласын құшақтап төсегіне жатып қалды. Гүлжан Дамирдің үйден кеткеніне міне 3 айдың жүзі болды. Өмірде құлшынысы жоқ. Өзі біраз салмақта тастап арықтап кетті. Үйдегі ақшада таусылуда. Ендігі жұмыс істеп өз күнін өзі көруге тура келді. Дамирдан бір тиын да алмай өз күнін өз көргісі келеді. Тіпті отбасындағы жағдай жайлы ешкімге тіс жармады. Бірақ Шолпанның өзі Дамирмен көңіл жарастырып жүрген кезде бұрынғы көршісіне мақтанып қылып айтқан екен. Соны естіп ауылдағы Шолпанның жары мен ұлы іздеп келді. Шолпанның жүкті екенін естіп күйеуі лайықты сөздерін айтып бетіне түкіріп кетті. Өсіп қалған ұлы барлығын түсініп жылап та тұр. Қандай болса да анасы ғой, бірақ сол анасынан жылулық көргеннен көрмегені көп. Ұлын ертіп ат құйрығын кесіп ауылына қайтты. Дамир Шолпанды жұмыстан шығарып жіберуге тырысқанымен заңға қайшы келіп тұр. Жүкті әйелді жұмыстан шығаруға болмайды, бүкіл кеңсе біліп қояр деп жанын шүберекке түйіп жүр. Тек қолынан келгені Шолпанды басқа кеңсеге ауыстырды. Өзі кеңсесіне жақын жерде пәтер жалдап тұрып жатты. Гүлжан 3 баласын балабақшаға беріп, өз үйінің қасындағы мектепке орналасты. Дамирдің балалары үшін әкеліп берген ақшасынан бір тиын да алмады. Одан да ол ақшаңды жинап, ана Шолпан туатын балаңа үй әпер деп мысқылдайтын. Бұрынғы Дамир жоқ, ол да азып-тозып кеткен, жағдайын жасап отыратын әйелі жоқ. Қалайша былай шалыш басқанын өзі де түсінбей қалды. Шолпан Дамирді тек өзінің ептілігі мен сайқалдылығымен баурап, өзіне тартып алды. Дамир қанша қарсыласса да өзі жабысып құрығына түсірген еді. Бірақ соңы не боларын екеуі де ойлаған емес. Тек бір күндік ләззаттың жетегінде жүрген еді. Арада 8 ай өтті. Гүлжан бәрін ұмытуға тырысып, жұмыс пен үйдің және бала бақшаның арасында шапқылап жүр. Балалары әкесін сұраған кезде жүрегі қақ айырылып кететін. Әкелерің алыста, жұмыста деп жұбататын. Шолпанның ай күні жетіп аман есен босанып алсам, Дамир баласы үшін келеді деген сенімі мол болды. Тіпті құрбысы Гүлжанның көңілін ойлап жүрген жоқ. Бар ойы Дамирмен кең зәулім үйде балалармен бақытты өмір сүру. Түн іші Шолпан оянса толғағы қысып жатыр екен. Орнынан тұрып жедел жәрдем шақырды, бірақ толғақтан бөлек өзін өзі жайсыз сезініп, басы қатты ауырып, көзін аштырар емес. Жедел жәрдемнен соң түн ортасында Дамирға хабарласты. «Дамир, келші, тез, баламыз өмірге келгелі жатыр, өзімді жайсыз сезініп тұрмын». Дамир үн қатпастан тұтқаны қоя салды. Түн ішіндегі жайсыз қоңырау ұйқылы ояу Дамирді есеңгіретті. Бірден киінуге кірісті. Киініп болып қайтадан ойланды. Барғанымды Гүлжан естісе, арамыз одан әрі алшақтап кетер деп қайта шешініп жатып қалды. Бірақ ұйқысы да мазасы қашты. Шолпан жедел жәрдеммен перзентханаға келді. Есікті қарайлап Дамирді күтіп тұр. Басының сынып бара жатқанын айтып жылап тұр. Дәрігерлер тексеріп, сыбырласып сөйлесті де, бірақ бірден операция бөлмесіне алып кетті. Көзін ашып Шолпан оянса суық бөлмеде, реанимация бөлмесінде екен. Ішінде ақырын қолын қойып көрді. «Балам қайда» деп дауыстады. «Тыныш жатыңыз» деді медбике жүгіріп. Палатаға ауысқанда Шолпан баласының өмір есігін ашып, шетінеп кеткенін естіп жатты. «Қызым, сенің өзіңді әрең аман алып қалдық» деп. «Сенен қан көп кетті. Балаларың бар ма еді?» «Я, бар», бір саусағын көрсетті Шолпан. Деді де үнсіз отырды дәрігер. «Айтайын дегенім, енді сіз ана болу бақытынан айрылдыңыз. Сол сөзге көрінген балаңыз аман болсын. Бастысы өзіңіз амансыз» деп Шолпанның арқасынан қақты. «Қалай сонда? Сіздің жатырыңызды алып тастауға тура келді. Шындық осы» деп шығып кетті. Шолпан бүкіл палатаны басына көшіріп жылады. Жылап жатып ауылдағы жалғыз ұлы есіне түсті. Баласын сағынғанын енді білгендей Дамирға қоңырау шалуға телефонын алды да көп ойланып өтіріп, Дамирға емес, баласына қоңырау шалды. Шолпанның қоңырауына ұлы қатулы жауап берді. Себебі әкесінің қамқорлығын көрген бала. Жылаған анасының даусына көңіл бөлмеді. Тыңдап тұрды да: «Сау болыңыз. Менде енді ана бар, бұрын тек әкем еді, енді анамдар» деді. «Анасы несі?» деді. «Жоқ, сіз бізді тастап кеткеннен соң әкем үйленді.
Қазір мен ол кісіні мама деймін. Өзі өте мейірімді деді. Бұл сөздер Шолпанның жүрегін тілімдеп тастағандай болды. Шолпан қаладан келмеген соң жолдасын туысқандары жиналып жүріп, көндіріп сол ауылдың тұрмыс құрмай отырып қалған бір келіншегімен қосқан екен. Отбасынан, баладан да, жатырынан да бәрінен айырылған Шолпанның енді барар жері жоқ. Дамир балаларына қайта-қайта барып жүріп, Гүлжанды көндіріп, екеуі қайта қосылды. Біраз уақытқа дейін аралары суық болып жүрді. Уақыт емші демекші бәрі реттелді. Дамир Шолпанды жұмысынан шығарып тастады. Жұмысынан айырылған Шолпанның барар жері жоқ. Ауылына қайтып келіп еді, отбасылы болған жолдасы кіргізбеді. Ұлы да кетуін талап етті. Жылап еңіреп ауылға масқара болып қайтадан қалаға келді. Қалада еден жуып күнін көрді. Енді өкінгенмен пайда жоқ, бәрі кеш еді. Қалада әр пәтерді шарлап жүріп, ақыры денсаулығынан айырылды. Баласы да анасына қайырылып келмеді. Қазіргі кезде баласы үйленіп, немересі де бар. Бірақ сол немерені көріп құшақтап иіскеу бақыты бұйырмаған. Міне, қарттар үйіне келуінің себебі де осы еді. Өз бақытын өзі теуіп, қазіргі кезде осы қарттар үйіндегі бөлместері болмаса, бір жан араласпайды. Тіпті өзінің туыстары да бізді қарабет қылдың деп кезінде бас тартқан, өз ісіне әлі де қатты өкінетін еді. Тіпті кей кездері сол бұрынғы ауылдағы күнін сағынатын. Бұл үлкен сабақ алар оқиға. Қазіргі кезде ажырасу өте көп. Барлығы болмашы сынаққа шыдамай кетуге асығады. Ал соңы не боларын ойламайды. Адам қандай кезде бақытты? Адам ата-ананың, бауырлары мен отбасының дін аман болса бақыт деген сол емес пе? Ақшаны бақыт деп шатаспайықшы. Барыңызды бағалаңыз. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецепттер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.